Мүмкін күнделікті 20 минут аяғыңызды көтеріп жату соншалықты пайдалы деп ойламассыз. Бірақ сол 20 минут сіздің бойыңыздағы бірнеше дерттің дендеуінен сақтайды десек, сенесіз бе? Олай болса, бүгінгі видеода осы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз. Аяқты күнделікті көтеріп жату арқылы қалтаңыздан ақшаңыз да, қымбат уақытыңыз да кетпейді. Оны жаттығу емес, емдеу десе де болады. Себебі аяқты көтеріп жату сізден физикалық күшті талап етпейді. Дұрысы оны йогаға теңеу керек. Мамандар оның денсаулыққа тигізер бірнеше пайдасын айтады. Сіз де оны біле жүріңіз. Осы видеода толығырақ таныстыратын боламыз. Жүректің жұмысы туралы бір сәтке болсын ойланып көрдіңіз бе? Күніне қаншама жұмыс атқарады. Бойыңыздағы қандай да тырнақ ұшына дейін жеткізуін қамтамасыз етеді. Кейде қан айналымы өз жұмысынан жаңылып, аяқта варикоз пайда болуы мүмкін. Сізде келеңсіздік байқалса, бірден аяқты көтеріп жатыңыз. Жаттығумен денеңіз суланып, не болмаса аяғыңыз әдемі болып кетпейді. Алайда аяқтағы тамырлардың кеңеюін алдын алады. Бұл жаттығулар қалай жасалады? Соған тоқталайық. Шалқаңыздан жатып, аяғыңызды жоғары көтеріп, қабырғаға тіреңіз. Сонда денеңіз жерде, ал аяқтарыңыз тікесінен тұруы керек. Денені осы қалыпта 20 минут ұстап тұрыңыз. Қолдарыңызды барынша еркін ұстаңыз. Басқа ешбір қимылды қайталаудың қажеті жоқ. Бойыңыздағы тепе-теңдікті сақтап, өзіңізді тыныш әрі жайлы сезініңіз. Бұл қалыптан шығу үшін алдымен тізеңізді көкірегіңізге қарай тартып, бүйірге қарай аунаңыз. Жаттығуды орындау үшін міндетті түрде жеңіл әрі қолайлы киім таңдаңыз. Белді қысып тұратын резеңкелі киім кимеген абзал. Мұндай киім жаттығудың пайдасын жоққа шығарады. Өйткені жаттығудың негізгі мақсаты қанның ағзада айналуын дұрыстау, ал резеңке қанның айналуына бөгет болады. Осы аяқты көтеріп жасалатын жаттығудың қандай 5 пайдасы бар? Осы туралы кеңінен тоқталайық. Аяқтың ісінуін төмендетеді. Аяқ ісінуі көбінесе қан айналымы дұрыс болмауынан пайда болады. Кейде бүйрек, жүрек пен артық салмақтың салдарынан да ісіп кетуі мүмкін. Сол себептен ең алдымен аяқтың ісінуінің себебін анықтап алған жөн. Кейін оның еміне аяқты көтеріп жату жаттығуын да қосу керек. Екінші кезекте аяқтың ауырғанын басады. Күні бойы тік тұрып жұмыс істейтін жандардың түнде аяқтары ауырады. Оларда осы әдісті қолданып көрсе, тартылыс күші аяғындағы ауруды қалай басқанын байқамай қалады. 20 минуттық жаттығу аяқты жеңіл қалыпқа түсіретінін ұмытпаңыз. Үшінші кезекте ас қорытуды дұрыстайды. Егер аяқ бастан жоғары тұрса, бұл сұйықтықтың ағзада жиналып қалуымен ғана күреспей, ағзаның жұмысына да әсер етеді. Ішектердің қозғалысын реттеп, астың қорытуын жақсартады. Іш қату сынды мәселеде оң шешімін табады. Ішкі ағзаңызда тазалағандықтан жүзіңіз де құлпыра түсетін болады. Төртінші кезекте жүйке жүйесін тыныштандырады. Жаттығу тыныс алуды да қалыпқа түсіреді. Дененің осылай тұрысы барынша көп ауа жұтуға көмектеседі. Мұның нәтижесі біз бір қалыпты тыныс ала бастаймыз. Бұл жүйке жүйесіне де тыныштық сыйлап, іш, мойын, бұлшықетіне түсетін күшті басады екен. Бесінші кезекте жан тыныштығы. Жаттығу мидың оттегімен барынша толтырып, оны тыныштандырады. Тән мен жанда тыныштық пен үйлесімділік орнайды. Жаттығуды күн сайын жасасаңыз, көп өтпей-ақ жағдайыңыздың жақсара түскенін байқайтын боласыз. Ескерту. Есіңізде болсын. Егер сіздің беліңізде жарақат болса, бұл жаттығуды жасамағаныңыз дұрыс. Мұндай кезде өзіңізге ыңғайлы болу үшін беліңізге жастық қойып жасау ұсынылады, немесе дәрігердің кеңесіне жүгінгеніңіз абзал. Бұл жаттығулардың ең жағымды жері оның қарапайымдылығы. Үйдің қабырғасында перпендикуляр жатып, оған жамбасыңызды тіреп, аяғыңызды жоғары көтеріп және қолыңызды қабырғаға параллель созып, бойыңызды еркін ұстап жасай бере аласыз. Бұл жаттығуды ұзақ жасаудың қажеті жоқ. Оған 15 минут кетеді. Жаттығуды 5 минуттан бастап күніне 2 минуттан қосу арқылы көбейтіңіз. Бастапқы кезде тез жалықтыратындай көрінгенімен шыдамдық білдірсеңіз, денені босантуға үйретеді. Бұл қалып күні бойы тұрғанда немесе отырғанда дененің төменгі жағы істейтінін қозғалысты ауыстырып жіберуге көмектеседі. Оның
пайдасы ағза үшін өте көп. Бұл төңкерілген жаттығу аяқта жиналған сұйықтықты тасып, жалпы қалыпқа келуге және дененің төменгі бөлігінде жүктемені кетіріп, тізе астындағы сіңірді созуға көмектеседі. Егер жүгіруден соң немесе көп қозғалыстан кейін басыңыз айналып кететін болса, онда осы жаттығулар көмектесетін болады. Мұндай жаттығу аяқты босаңсыту ғана емес, сонымен қатар мойын мен арқадағы салмақты түсіруге көмектеседі. Қабырғаға аяқты көтеріп жату күнде компьютерде отырудан пайда болған бүкірлікті де кетіретінін ұмытпаңыз. Осы орайда денсаулық адамға берілген ең қымбат сый екенін есіңіздеріңізге салғымыз келеді. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінен емдеу жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Сіздермен бірге пайдалы ақпаратпен бөліскен денсаулық зорбай арнасы каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.